Парасатсыз ұл. Бір бай болады. Ол өлерінің алдында барлық байлығын жалғыз ұлына мұра етіп қалдырады. «Ұлым менің», дейді ол, «мынау бүкіл өмір бойы жиған терген байлығым. Мен енді өлемін, бірақ өлер алдында саған осы байлықты қалай пайдалану жөнінде кеңес беріп кетуді парызым деп санаймын. Менің мынау алпауыт қожалығымның шын иесі өзің болып істі қолға алған кезіңде әрбір қыстаққа мұнара тұрғыз, нанды балмен қосып же». Сөйтіп бай өледі. Сол сәттен бастап ұлы әкесінің өсиетін орындауға кіріседі. Әрбір қыстаққа мұнара салады, нанды балмен қосып жейтін болады. Қанша жыл осылай өмір сүргенін кім білсін, ақырында бір күні кедейленіп қалады. Ақшасы жетпеуге айналады. Кедейленіп, қарны ашып, басында баспанасы қалмаған кезде ол: «О, әке, о дүниеде қайырым көрмейсің ғой сен. Сен маған байлық қалдырдың, әрі ақылсыз кеңесіңмен соның бәрін ысырап еттің», деп әкесін қарғайды. «Әкеңді не үшін қарғайсың?» дейді оған әкесінің ескі досы. «Ол саған не жаманшылық жасады?» «Не істеген жоқ», деп ол айқайлап жібереді. «Байлығын қалдырған кезде әкем маған әрбір қыстаққа мұнара тұрғызуды, ал нанды балмен жеуді тапсырды. Мен тап солай істедім. Ақыры не болды? Басымда иттің үйшігіндей болса да баспана жоқ. Қалтам қағылды, өзім қаңғып жүрмін». «Әкеңнің ешқандай кінәсі жоқ. Сен оны босқа қарғап отырсың. Бәріне кінәлі өзіңнің парасатсыздығың. Әкеңнің ізгі ниетін қалай түсінбедің? Ол саған әрбір қыстақта мұнара тұрғыз деген жоқ. Қай жерге барсаң да тас мұнарадай мызғымайтын, сенімді әрі айнымас достарың болсын деді. Ал нанға бал қосып же деген жоқ. Нанды жұмыстан кейін балдай болып сезілетін кезде же деді. Егер сен осының бәрін дұрыс істегеніңде мұндай кедейшілік күйге түспейтін едің». Сөйтіп, парасатсыз ол әкесінің өсиетін оның досы айтқандай етіп орындауға кіріседі. Әрбір қыстақтан сенімді де айнымас достар табады. Еңбекпен тапқан нан шынында да балдай тәтті болады екен. Көп ұзамай ол өзінің бұрынғы байлығынан 2 есе байлыққа қол жеткізеді.